Мына жерде бізде 65 шаршыларымыз бар. Қаласаңыз санауға болады. Біз бұл шаршыларды 65 санымен тақтаға жазып тұрмыз. 6 санын ондық орнына жазып, бізде 6 ондық бар деп айта аламыз. 1 ондық, тағы 1 ондық, бұл тағы 1 ондық, және тағы 1 ондық, тағы 1 ондық, және де тағы 1 ондық. Бұл дегеніміз бізде 6 ондық тобы бар. Бұл өздігінен 60 санын білдіреді. Оған қоса бізде 5 бірлігіміз бар. Оларды мына жерден көре аласыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз бұл санмен бір нәрсе істеп көрейік. Бірінші кезекте бұл санды тағы да жазайықшы. 65 дегеніміз тең болады 6 ондық қосылған 5 бірлік. Бұл санмен бір қызық нәрсе жасайық. Тағы да 65 санын жазамын, және бұл саннан 40-ты азайтамыз. Бұл жерде біз шындығында не істейміз? 6 ондықтан 4 ондықты аламыз, 5 бірліктен 0 бірлікті аламыз. Бірінші кезекте 4 ондықты азайтайық. Шаршылардың ондықтар бейнесінен 4 ондықты азайтамыз. 1, 2, 3, 4. 4 ондықты сызып тастадық. Тақтада қанша ондық қалды? Бізде қалды 2 ондық. Сонда мына жерде тең болады әзірше 2 ондық. Қанша бірлігіміз қалады азайтқанда? 5 бірлігіміз өзгеріссіз қала береді. 5 бірліктен 0-ді алсаң, еш нәрсе өзгермейді. 5 бірлік болып қала береді. Сонымен бұл есептің жауабы нешеге тең болады? 65 азайтылған 40 тең болады 2 ондықтың орнына 2 жазамыз, 5 бірліктің орнына 5 жазамыз. Сонымен тағы да айта кетейік, 65 азайтылған 40 тең болады 2 ондық қосылған 5 бірлік, немесе 25.